негізгі монтаждаушы станциямыз деп айтамыз. Кез келген жерден тікелей қосылымға шыға аламыз. Мына құрылғының арқасында материалдардың бәрі осында тұр. Изоляциялау материалдармен қапталған, толық дауысты өзіне сіңіреді. Кезекті сұрақ, Айгүз ханым, жалпы қоғамға әсер еткен репортаж болды ма? Әрине, біздің кез келген сюжетіміз қоғамға белгілі бір деңгейде әсер етеді. Мен осы 20 жылдан аса уақыт телевизия саласындағы тәжірибемде көзім жеткені халыққа шынайы ақпарат керек. Жалпы Айгүз ханым, кейде біздің қонақтарымыз, спикерлеріміз сұхбат бергісі келмейтін жағдайлар болады ма? Болады, иә. Жалпы сұхбат жазудың өзі спикермен, ол да өнер. Қайырлы күн, ардақты көрермендер. Бүгінгі шығарылымымызда қоғамда ерекше орны бар, сондай-ақ халыққа дер кезінде ақпарат жеткізетін журналист мамандығымен таныс боламыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Аягөз Оралбайқызы, Қазақстан ұлттық арнасының меншікті тілшісі. Қайырлы күн, Аягөз Оралбайқызы. Бүгін сіздің журналист мамандығыңыздың ерекше қыр-сырымен танысатын боламыз. Рахмет, Нұрдана. Бағдарламаңның қонағы болғаныма қуаныштымын. Бізде қазір түсірілім жоспарланған, оны операторым Зелбай Нұрбаймен бірге түсіретін боламыз. Жүре ғой. Аягөз Оралбайқызы, алғашқы сұрағымыз, жалпы журналист болу үшін қандай қасиеттерге ие болу қажет? Журналист, енді біз жан-жақты адамбыз. Біз психологта бола аламыз, халықпен сұхбат жазған кезде. Біз заңгерде бола аламыз, қажет жерінде құқықтық көмек, бағыт, бағдар бере аламыз. Енді қасиетке келетін болсам, жауапкершілік ең маңызды қасиет деп ойлаймын. Себебі біздің мойнымызға артылған жүк ауыр, біздің әр айтқан сөзіміз, әр әзірлеген бейне материалымыз бұл халық арасында белгілі бір ой салады, белгілі деңгейде бір әсер етеді. Сондықтан жауапкершілік өте маңызды қасиет. Сосын табандылық, қайсар мінез, қажет сұрағыңа жауап ала білу. Кез келген спикерден сұрағыңды дұрыс қою арқылы жауап алу, ол да өнер. Кезекті сұрақ, Айгүз ханым, жалпы қоғамға әсер еткен репортаж болды ма? Әрине, біздің кез келген сюжетіміз қоғамға белгілі бір деңгейде әсер етеді. Мен осы 20 жылдан аса уақыт телевизия саласындағы тәжірибемде көзім жеткені халыққа шынайы ақпарат керек. Олар телеарнаның жаңалықтарын күтеді. Мен енді жаңалықтар саласында келе жатырмын осы кезге деген. Сондықтан дұрыс, шынайы, ресми жаңалықты күтеді халық. Керемет. Жалпы Аягөз ханым, кейде біздің қонақтарымыз, спикерлеріміз сұхбат бергісі келмейтін жағдайлар болады ма? Болады, иә. Жалпы сұхбат жазудың өзі спикермен, ол да өнер. Алдын ала келісеміз. Кездескен кезде айнып қалатын да кездер болады. Сондай кезде енді міндетті түрде жазу керек болғандықтан келістіріп жазып алуға тырысамыз. Кейде мысалы түрлі жағдайлар болады. Күйзеліске түскен, қиын жағдайға тап болғанда адамдардан сұхбат жазуға тура келеді. Сондай кезде алдын ала тынышталдырып, жылы сөзімізді айтып, қайда кімге барып шағымдануға кеңес беріп те жатамыз. Тамаша. Нұрдана, бүгінгі біздің жұмыс күніміз сұхбат жазудан басталып жатыр. Тақырыбымыз осы Маңғыстаудағы ауылдық елді мекендердің интернетпен жабдықталуы қандай, қанша пайызға жабдықталып тұр деген сұрақ. Сол бағытта біздер материал әзірлейміз бүгін. Сұхбат беруші бізге цифрлық технологиялар басқармасындағы бөлім басшысы Айгерім Кекбайқызы. Біздің жұмыс процесімізді көріңіздер. Айгерім Кекбайқызы, облыстағы ауылдық жерлер қанша пайыз интернетпен қамтылған? Маңғыстау облысы бойынша 59 ауылды елді мекен бар. Оның 55-інде интернетпен қамтамасыз етілген, яғни 93%, 2,5% құрайды. Бүгінгі бағдарламамыздың кезекті спикері Хабар және 24 KZ телеарналарының меншікті тілшісі Талғат Исламұлы. Қайырлы күн. Қайырлы күн, Нұрдана. Кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Еліміздің ең басты телеарнасы жаңалық тарататын Хабар және 24 KZ телеарнасының қызметтік кеңсесіне қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сізді таныстырайын. Мұнда біздің түсіруші телеоператорларымыз және монтажер әріптестеріміз отырады. Саламат Бекбаев біздің әріптесіміз. Мына отырған біздің ең негізгі монтаждаушы станциямыз деп айтамыз. Бұл енді Макинтош программасымен жұмыс істейтін үлкен құрал.
енді әріптестеріміз айтамыз ғой, біз бұл жерде тіптен голливудтық кинофильмдер монтаждауға болады деп. Бірақ енді ондай мүмкіндікке біз әлі жеткен жоқпыз. Бірақ роликтерді, деректі фильмдерді және күнделікті жаңалықтарға жасайтын сюжеттеріміздің, материалдарымыздың барлығы да осында монтаждалады. Түсінікті. Негізгі қызметтік құралымыз осы. Бұл сол салаға жауапты маман, иә? Иә, Салмат Бекбаев, бесаспап маман, өзі сүрет, өзі монтаждайды, өзі инженер. Сосын тағы бір құралмен сізді таныстыра кетейін. Бізде енді қазір 24 кезет біздің еліміздегі ең бірегей 24 сағат бойы толассыз жаңалық тарататын арна. Ондай басқа бізде арна жоқ. 24 сағат бойы біз кез келген уақытта спутниктік желіге қосылу арқылы кез келген облыста, кез келген жерден тікелей қосылымға шыға аламыз. Мына құрылғының арқасында. Бұл жаңа бізде айтамыз ғой, мобильный ПТС, немесе мобильный жылжымалы теле бекет. Бұл енді бұл жерде бірнеше ұялы телефон симкасымен жұмыс жасайды. Әрқайсысының жаңа өзінің жиілігі бар. Қайсы сигналды жақсы бізге көтереді, сол бойынша біз қосыла береміз. Бұндай құралмен қамтылған телеарналар бізде енді некен саяқ. Бұл шағын ғана түрі, белге тағып ұстайтын. Бұған тек телекамера жалғанады, қалай қосылады, біз бірден тікелей эфирге шығып кетеміз. Бұдан үлкен түрлері де бар әрине. Көліктің несіне қорабына орнатылған үлкен телестанциямыз да бар. Ол енді сіз былай көшелерде жаңағыдай мерекелік шеруге шыққан кезде көріп жүрген боларсыз, сыртында хабар деген жазу бар біздің қызметтік Жалпы көлігімізде. өзіңіз атап өткендей, тәулік бойы жұмыс жасайсыздар. Бұл қаншалықты оңай және қиындық тудырады ма шығармашылық адамға? Жерде енді қиындық тудырады деп айтуға болмайды. Уақыт өте келе төселесің ғой. Бастапқы кезде әрине сәл жатырқағанымыз рас, енді жаңаның аты жаңа ғой. Бірақ бұл құрылғы біздің жұмысымызды кем дегенде енді 50 есе қысқартады. Уақыт үнемдеуге өте ыңғайлы. Бұрын түсіріп келеміз, оны келіп монтаждау станцияға флешка арқылы құямыз, одан кейін монтаж басталады, одан кейін текст жазу басталады. Оның барлығы да уақыт қой. Ал қазір мына жерден шығасың, 2-3 минут ақпаратыңды айттың, көрерменге бірінші жыл жеткіздің, ең басты міндетіңді орындадың. Болды, жұмысымен аяқталады. Түсінікті. Нұрдана ханым, бұл біздің қызметтік кеңсеміздің келесі екінші бөлмесі. Бұл жерде енді журналистер, тілшілер қауымы отырады. Бізде бұрын коллективіміз 11 адамның үстінде болды. Енді қазір әртүрлі жағдайлармен көбі басқа салаға ауысты. Қазір 2 журналист осы кеңседеміз. Мен қазақ тілді хабар және 24 кезет телеарнасына жаңалық жасаймын. Әріптесім Тамара Степанова. Бұл кісі енді 20 жылдан аса уақыт өтілі бар осы тележурналистикада. Майталман маман, орыс тілді менің әріптесім. Қарапайым ғана стол, өзіңіз көргендей, қарапайым ғана компьютер, принтер. Қиын сәттер немесе есте алар, әсерлі сәттер болды ма? Енді есте алатын сәт біздің жұмысымызда енді күнделікті ол болып тұрады. Журналист ол бір күні мысалға дәрігер, бір күні ұшқыш, үшінші күні агроном деген сияқты. Бұл жерде барлық саланың тоғысқан бір арнасы деп айтуға болады тележурналистика, жалпы журналистика саласын. Өйткені ұстаз да жаңа айтқандай ұшқыш та, ол кісілер 10-15 жыл, 50 жылдап өзінің өмірін арнап, сол салада мысалға тәжірибе жинайды ғой. Журналист бар, онымен тілдескеннен кейін сол тәжірибесін ақпарат ол кісі түрінде ол кісімен журналистпен бөліскеннен кейін, журналист бір мезетте сол кісінің жаңағы тәжірибесін бойына сіңіреді де, бес аспап жаңағыдай барлығымен хабар бар тұлға болып шыға келеді деген сияқты ғой. Сондықтан да әрине бұл жауапты сала ең бастысы. Және әр сөздің астарында бір көрерменге ой тастайтын ең бастысы жаңалығыңыз дәйекті әрі дәлелді болу керек қой. Менің өзіме жеке қызық сұрақ, жалпы яғни тікелей эфир ғой. Сол тікелей эфир барысында яғни бір ақаулар болған жағдайда, байланыс нұсқасында байланыс болған жағдайда қандай әрекетке көшесіздер? Енді техникалық ақау ол болып тұрады. Өйткені техника жансыз темір, оның тілі жоқ. Тікелей эфир уақыттарында кейде сигнал кетіп қалады, жоғалып кетеді. Ол кезде сұхбат беріп тұрған спикеріңіз сөйлем енді айтып тұрған сөздерін жалғастыра береді ғой. Бізде мысалға құлағымызда жаңағыдай наушникпен эфирді тыңдап тұрамыз, сол кезде кейде үнсіз қалатын моменттер болады. Түсінесің, эфирден сигнал ажырап кетті. Сондай кезде тығырықтан шығу үшін әлі де болса уақыт соза тұру керек болады. Өйткені түсінем, Астанадағы әріптестерім қазір жанын салып эфирді қайтадан қосу үшін әрекет етіп жатқанына. Сосын қайтадан сигнал құлағыңа пайда болады.
талғат эфирдесіз, жалғастыра бересіз деп. Бірақ енді оның бәрін көрермен көрмейді. Бұның бәрі жаңа айтамыз ғой, закадровый, кадрдың сыртындағы әрекеттер. Сондай моменттер болып тұрады, бірақ енді біз оған да үйрендік, төселдік. Нұрдан әріптес, енді біз енді хабар телеарнасы жасайтын болғаннан кейін көп адам ойлайды, өте қымбатты сәнді кеңседе отырады, жаңағыдай өте қымбат гаджет құралдарды қолданады деп та. Енді өзіңіз көріп тұрғандай бізде кәдімгі қарапайым телеарнадағы журналистердің қатарындамыз. Қарапайым ғана кеңсеміз осы, қарапайым ғана компьютеріміз. Енді бұл компьютер біздің жұмысымыздағы ең басты құрал ғой. Бұл жерге түсірілім жасап келгеннен кейін біз мәтін жазамыз, релиздер дайындаймыз, сценарий жазамыз жаңағы тематикалық хабарларға. Ал енді біздің тілмен айтқан кезде, полиоға шыққан кезде, далаға жаңағы съемкаға шыққан кезде, ол кезде біздің негізгі неміз енді ол ұялы телефон. Оған мәтінді де жазамыз, оған фото бейнені де түсіреміз. Қажет десеңіз даже осымен монтаждап та жүре береміз. Хабар телеарнасында қателеспесем 2015 жылдың мен қараша айында келдім. Ол кезде жаңа 2-3 ай сынақ мерзімі деген болатын еді, есіңізде бар. Сол кезде өкінішке орай менде компьютер басқаша болды да, жазған мәтіндерім сол немен қалып кетті. Енді 2016 жылдан бері мен осы компьютерде отырып келе жатырмын. Мінекей жаңалықтар деген папкаға кірсеңіз, барлық жылдағы мен жазған материалдарым бәрі осында тұр. Осы менің видео материалмен сақталған, иә? Мәтіндермен барлығымен, мысалы енді міне 2025 маусым, мінекей екіншіден бастап каждый неде өстіп жазамыз біздер. Сосын айдың соңында бұйырса ай аяқталғаннан кейін отчет дейміз, жаңа есеп түрінде осы жазылған материалдардың әрқайсысының тақырыбын, өткен жерін, форматын, мазмұнын жазамыз да сол бойынша Астанаға жолдаймыз. Біздің кеңсеге кірген кезде алғашқы бөлігімен таныстырдым. Бізде жалпы жұмыс барысы толыққанды сіз түсіну үшін айта кетейін. Түсірілім жасап келгеннен кейін телеоператор, монтажер өзінің жұмыс орнында жайғасып, мына кадрларды жинап, айтқанда монтаждауға кіріседі материалды. Журналистер төрге озады, компьютерімізге отырып мәтінімізді тереміз. Мәтін дайын болғаннан кейін Астанаға редакцияға жолдап, ол кісілер жаңа мақұлдап кейін бізге поштаға жібереді. Сосын ең бастысы біз мына дыбыс жазу кабинасына кіру арқылы өзіміздің жаңағы мәтінімізді оқимыз. Осылайша толық дайын болған материал монтаждан өткеннен кейін FileZilla жаңағы программа арқылы Астана қаласына жолдаймыз. Сол жерден АСК-дағы мамандар эфирге жаңалықтарға беріп отырады. Бұл енді былай қарасаң ұзақ әңгіме түрінде естіледі және ұзақ процесс болып көрінеді. Шын мәнісінде әр кетсе біз енді жарты сағаттың уақытында жұмыс жасап жүруді уже дағдыландық, соған төселдік. Өйткені каналдың 24 кезет телеарнасының талабы сондай. Жедел ақпарат беру. Еш сыртқа естілмейді, иә, бұл жерде? Иә, мынау үшін изоляция деген жаңағы изоляциялау материалдармен қапталған, мынау толық дауысты өзіне сіңіреді. Мысалға енді бұрын қағазға жазып жүрдік, жасыратын жоқ, иә. Қазіргі уақытта енді гаджет негізгі құрал смартфон. Мәтінімізді кейде осыған тереміз, сосын дайын материал бізге пошта арқылы осында келген кезде кабинаға кіру арқылы осы мәтінімізді оқимыз. Мысалға кеше ғана біз түсірілім жасап келдік. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Оңды ауылын үлгілі ауыл ретінде таныстыру. Сол жобаға өте жақсы сұхбат болды. Мынау енді маған мақұлданған мәтін, мысалы осылай оқимыз. Оңды Маңғыстауда арақ шарап сатылмайтын жалғыз ауыл елді мекендегі 2 дүкенге де бас сұғып, сөрлерде ішімдік жоқтығына көз жеткіздік. Өте керемет үлгілі болатын елді мекен деп ойлаймын. Жалпы бір қызығы бұл ауылда 2022 жылдан бері арақ шараптан қалай бас тартқалы бері бірде-бір қылмыс тіркелмеген екен. Мінекей, даусызды өзіңіз естіп тұрсыз. Тікелей сосын біздің техника компьютерге жазылып, монтаж барысына қосылады, иә? Иә, мынау кабинаның негізгі мақсаты 1020 көріп тұрсыз ғой, иә? Журналист оқыған кезде таза күйінде жазып алу. Нұржан ханым, енді сіз менің рөліме ауысып, мәтінді оқып көруге рұқсат. Елді мекен тұрғындары бау-бақша егіп, 4 түлік санын көбейтіп отыр. Халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы дүниеге келген Оңды елдегі ең үздік 30 ауылдың бірі саналады. Мінекей, өзіңіз көргендей, бұл қазіргі уақытта мына кабинаның есігі ашық тұр. Шын мәнісінде толыққанды дыбыстың таза жазылуы үшін сіз кабинада тұрып, есік жабық күйде болу керек. Бұл сәтте сіз өзіңіздің дауысыңызды айтқан кезде толық естімейсіз. Енді қазір көруге болады. Кабинетте отырғандай. Енді қазір көріңіз, өзіңіздің даусыңызды мына жерден монтажер тазалап эфирге дайындайды.
Елді мекен тұрғындары бау-бақша егіп, 4 түлік санын көбейтіп отыр. Халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы дүниеге келген 10-ды елдегі ең үздік 30 ауылдың бірі саналады. Қалай екен өзіңіз даусыңыз? Керемет, нақ таза шығып тұр. Иә, дәл осылай жасаймыз күнделікті жұмысымызды. Мысалы, құрметті Талғат Исламұлы, өзіңіздің жұмыс барысымен таныстық. Жалпы қателеспесем, 24 KZ бағдарламасының телеарнасының өзіндік ұраны бар. Иә, ол рас. Мүмкін көз қарақты көрермен байқаған болар. Теле арнамызға қосылған кезде жаңалықтардың арасында, хабарлардың арасында бір өзіндік ерекше дизайндағы шапка дейміз ғой, жаңағыдай кескін эфирге шығады. Онда үлкен жазу бар, өмірдің өзі жаңалық деген. Ол біздің арнамыздың ұстанған бағыты. Расында да өмірдің өзі жаңалықтан тұрады ғой. Мысалға, қазіргі уақытта балаларымыз сүйіп қарайтын, мысалға Marvel компаниясының өрмекші адамы бар ғой. Сол таңертең оянған кезде балконға шығып жаңағы неден секірмес бұрын қайырлы таң Нью-Йорк, сен маған бүгін қандай тосын сый әзірледің деп айтатын сөз танымал. Сол сияқты бізде мысалға өмірдің өзі жаңалық болғаннан кейін мен жұмысқа келетін уақытта басында сол ой болады. Қайырлы таң менің сүйікті ақтауым, бүгін маған қандай тосын сый жасап тұрсың деген бағытта мен сол настроймен жұмысқа келіп қызметіме кірісемін. Құдайға шүкір, қазір енді абыройлы әріптестерімнің арқасында жалғастырып келе жатырмын. Керемет, жауабыңызға рахмет. Алдағы уақытта жоспарлаған сәттілік тілей отырып, құрметті көрермендер, бүгінгі жобамызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге қызықты әрі пайдалы ақпарат болғанына сенімдіміз.